Баршаңызға сәлем. Қонақ келген кезде тез дайындай салатын, ең бастысы жұмыртқасыз, бірақ сонда да дәмді, осындай пышный болып шығатын кекстарымның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, одан кейін 3-4 қасық қантымызды салып, одан кейін жарты стакан сұйық майымызды жақсылап араластырасыздар. Сүт пен май жақсылап араласу керек. Сосын електен өткізілген ұнымызға кішкене ванилин, разрыхитель және 3-4 қасық какао қосып, жақсылап бір қалыпты масса шыққанша араластырасыздар. Міне осындай қою, әдемі масса шығу қажет. Не сұйық емес, не қатты қою емес. Осындай бір қалыпты масса шығу керек. Сосын кексіміздің ыдысына салып, қатты толтырып емес, осындай бір шама кішкене өздеріңізге ыңғайлы салып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аласыздар. Міне мен кексім дайын, ас болсын.